Сәлем достар, сіздер Тілеуімбердин Ашнардың арнасындасыздар. Бұл арнаға мен әртүрлі вақытта видеоларды салатын боламын. Пайдалы видеоларымды жіберіп алмау үшін подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. 4-5 өлшемді ғана алып, дәл осы көйлекті қазір тігіп шығамыз. Ол үшін мен андай маталарды алғанмын бүгін. Соның мына көк көйлегін тігейін деп шештім. Каламызды сызып алу үшін бізге қағаз керек, қайшы, метр және клей ручка. Бар болғаны осы 5 нәрсе. Газеттерді бір-біріне әдемілеп жалғап тегістеп аламыз. Қаланы сызуға қолданылатын газетіміздің ені матамызды екі бүктегендегі енімен бірдей болғаны дұрыс. Қазір біз өзіміздің размерімізді өлшей отырып, осы қағаз бетіне нүктелерді қойып аламыз. Мінекей менің мойным 20 сантиметр. Мойынның ойындысы 20 сантиметр. Соның тең жартысы 10 сантиметрді бір жақ шетіне белгілеп аламыз. Кейін оң жақ иықтың сол жақ иықтың ұшына дейін өлшегенде менде 40, сізде қанша, соны екіге бөліп тағы да шетінен бастап қоясыз нүктені 40-20-ны. Кейін иықтан кеуденің ұшына дейінгі ұзындықты өлшеп аламыз. Ол менде 30 сантиметр. Өлшемізді екі нүкте қойып, түзу сызықты көлденеңінен сызып қоямыз. Кейін осы сызықтың үстіне көкірегіміздің толық өлшемін аламыз. Мінекей, обхват груди менде 104 болса, соны 4-ке бөлеміз. 104-ті 4-ке бөлсеңіз, менде 26. Осы 26 сантиметрді жаңағы сызып алған сызықтың үстіне белгілейміз. Келесі бізде қолтық ойындысын жасаймыз. Ол үшін иықтан қолтықтың астына дейін өлшеп аламыз. Ол менде 20 сантиметр. Жаңағы белгілеп қойған иығымыздың төменгі жағына тік бұрышты мына 20 сантиметрді белгілеп қоямыз. Енді көйлектің алдыңғы жағы қаншалықты ашық болсын десеңіз, соншаны есептеп өлшеп аласыз. Маған 20 сантиметр жеткілікті, сондықтан мойын ойындысын 20 сантиметрге түсіремін. Кейін мына жасап қойған нүктелеріміздің бәрін бір-біріне қосып шығамыз әдемілеп. Мен көйлекке жең салмайтын болғандықтан көйлекті иығы кішкене түсіп тұрса, припуск болса болды. Ол үшін мен бір 5-10 сантиметр иықтан төмен қылдырып сыза кетемін. Келесі өлшем бізде тура мына кеудеміз қолтықтың астынан айналдыра өлшейміз. Менде бұл 92 болса, сол 92 сантиметрді 4-ке бөлеміз. 23 сантиметрді жаңағы иықтан қолтықтың астына дейін өлшеген 20 сантиметр бар ғой, соның тұсына белгілейміз. Кейін осы нүктелерді бір-біріне иығын припуск жасай отырып, қолтықтың ойындысына дейін өлшеп, сол нүктелерді бір қосып аламыз. Кейін мына иықтан қолдың кестісінің ұзындығын өлшеп аламыз. Ол мінекей кестіға дейін. Ол менде 53 сантиметр. Сол жоғар жақтан 53 сантиметрді өлшеп, тағы бір ұзын сызық сызамын. Бұл видеоны тігіншілер көріп жатқан болса, айып етпеңіздер, кәсіби түрде бұл өлшем бірліктердің атауын мен білмеймін. Тігінге деген қызығушылығым болғандықтан анамнан үйренгенмін. Ендігі өлшем бізге жалпы көйлектің ұзындығы. Маған 110 сантиметр жеткілікті. Сондықтан газетіміздің жоғар жағынан бастап 110 сантиметрді өлшеп, бұл газетіміздің артық жерін қиып тастаймыз. Мен өзім киетін киімдерімнің 20% ғана магазиннен алынған. Көбінесе өзім кигенді ұнатамын. Енді қыздар қараңыздар. Бағанағы соңғы өлшеміміз иықтан кестіға дейін өлшеген 53 сантиметрдің ұзындыққа қойдық қой, 53 сантиметр. Соның ені сол матаның енділігі болады. Енді оны мына иықтан омыраудың ұшына дейін өлшеген өлшем бар ғой, сонымен қосасыздар. Ендігі өлшем бізде етегіміздің кеңдігі. Маған 1 метр 20 сантиметр жеткілікті. Оның 4-тен 1 өлшемі 30 сантиметр. Мына жерге біз 30 сантиметрді белгілеп аламыз да, соңғы қосатын нүктемізбен қосып
сызып аламыз. Мінекей. Сонымен ликаламыз дайын болды. Әдемілеп кесіп қиып аламыз. Міне көйлегіміздің 1/4 бөлігі ликаламыз дайын болды. Ендігі кезек бізге матаға пішу. Ол үшін матамызды дайындаймыз. Өңін ішіне қаратып бүктейміз. Матаны тегістеп стол бетіне жаямыз да, бұл көйлектің алдынан бір тігіс өтеді. Сондықтан мына кенересі жағынан әдемілеп қоямыз. Жылжып кетпеу үшін инелермен түйреп аламыз да, осы ликала бойынша қиып шығамыз. Міне мынау алдыңғы жағын қиып алдық. Қиып жатқанда екінші бетін қиятын кезде мойын ойындысын ойып жібермеңіз. Бұл ликала алдыңғы бетіне арналған ликала болып табылады. Мінекей. Сіздерге ыңғайлы болсын деп, өзіме ыңғайсыз болса да осылай қиып атырмын енді. Видеодан көрінбей қалмасын деп. Міне ойланып қалдым да, жоқ, дұрыс қиюым керек осы жерден. Өйткені бұл тігіс өтетін жер алдыңғы жағы. Енді инелерімізді алып, ликаламызды босатып, екінші артқы бетін пішеміз көйлектің. Артқы бетінде тігіс болмау үшін мына бүктелген жағынан қоямыз. Мінекей матамызды әбден түсулеп стол бетіне жайып аламыз да, жаңағы ликаламызды мына жақ бетінен қоямыз. Мінекей көріп тұрғандағындай. Мойын ойындысын осындай ұшпырышты қып ойып жібермеңіз, қарап тұрыңыз. Етек жағынан бастап кесемін. Мінекей. Мінекей кесіп алдым. Көйлектің ұзындығын ұзын қылдырамыз десеңіздер, онда 2 метрден көбірек аласыз. Жалпы 2,5 метр алсаңыз шатаспайсыз. Мінекей, мен мойын ойындысын кішкене ғана ойдым. Сонымен пішіп болдық. Енді детальдарымыздың бәрін біріктіріп тігіп шығамыз. 2 метр матаға детальдарды қалай орналастырғанымды паузаға қойып көріп алыңыз. Достар, бұл менің мастер-класс ретінде түсірген ең алғашқы видеом. Сондықтан алдыдағы видеоларымды жіберіп алмау үшін қолдау көрсетіп, тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.